Сыйыр бауырына пияз қосып дайындаймыз. Пиязды ортасынан бөліп, ірі етіп төртбұрыштап тураймыз. Сыйырдың бауырында ірі етіп турап, тұз, қара бұрышты майдалап қосып, ұн салып араластырамыз. Қазанға сұйық майды, тоң майды қосып, қыздырып, туралған пиязды салып, араластырып, қызартып, қуырып, сиырдың бауырын салып қуырамыз. Асты күйіп кетпес үшін араластырып, қызартып, қуырып алып, бір пиала сүт қосып, отты жай қойып, қақпағын жауып, бұқтырып пісіреміз. Тамақтың дәмін көріп, татымына қарай тұз қосатын боламыз. Ас көкті майдалап турап, сиырдың бауыры піскен кезде ас көкті араластырамыз. Сүт қосып бұқтырылған сиырдың бауыры өте жұмсақ, сүт қосқаннан кейін қышқылтым дәмі де болмайды. Ас болсын.